Діни демалыс өткеннен кейін жексенбі күні таң ата Магдалалық Мариям мен өзге Мариям қабірді көруге барды. Кенеттен жер қатты сілкінді. Өйткені жаратқан иенің бір періштесі аспаннан түсіп, қабірге жақындап, қақпақ тасты домалатып алып тастады да үстіне отырды. Оның сырт көрінісі найзағай іспетті, ал киімі қардай аппақ еді. Одан зәрелер ұшқан күзетшілер дірілдеп қалшылдап, өліп қалғандай жерге құлап түсті. Періште әйелдерге қарап, қорықпаңдар, айқышқа шегеленген Исаны іздеп келгендеріңді білемін. Ол мұнда жоқ. Өзі алдын ала айтқандай қайта тіріліп кетті. Бері келіп, иенің жатқан орнын қараңдар. Енді тезірек барып, оның шәкірттеріне мынаны жеткізіңдер. Иеміз өлімнен қайта тірілді. Ол сендерден бұрын Галилеяға барады. Сол жерден оны көресіңдер. Сендерге айтатыным осы деді. Әйелдер әрі қорқып, әрі қатты қуанып, дереу мазардан шығып кетті. Олар Исаның шәкірттеріне айту үшін асығып жүгіре жөнелді. Кенеттен Иса олардың алдынан кездесіп, «Сәлем, қуаныңдар» деп амандасты. Әйелдер оның қасына жақындап, иіліп тағзым етіп, аяғына қолдарын тигізді. Иса оларға, «Қорықпаңдар, бауырларыма барып, Галилеяға жөнелсін, сонда мені көреді деген хабарды жеткізіңдер» деп тапсырды.